Айнұрдың қолына не сіз болған? айтыңызшы, көрсетіңіз. Не болған? Мынау маған көрсетем деді, мынаны осыдан айырылды бізге. Көңілім бойынша бір ақпарат айтайын. Айт. Қарыз, бұл кісінің аяқ киім размері 42 размер екен. Жынданау, 38. Менің эфирный Жоқ, қара. алмады. Бұл менің эфирлі уақытым. Мен саусағыма. Сіздің саусағыңызға не болды? Мен құлап қалдым кеше. Қайда келдіңіз? Сосын бүгін үміткермен кездесіп көрмедім кеше. Кеше сізге үміткер болды ғой. Иә. Құрметті қыздар қауымы, бақытты болам деген жандар, бақытты болам деп әйел бақытын сезінгісі келетін арулар маған үміткер болып келіңіздер. Жалпы қалайсыз? Жақсы. Құрметті көрермен, Альбинаның көзін қараңыз, қалай біздің визажистер бояған. Жалпы не жаңалық түсіндіріп қайтайық. Жаңалық, аяқ киім алдым. Аяқ киім алдым. Қуышқан аяғы сияқты. Қазір шілде айында ыстық қой. Сіз деме. Знаете, до этого всегда мне подкатывали всякие бизнесмены, там, журналисты, полиглоты, что люди из шоу-биза, скажем так. Но как я вышла на волю, мне начали подкатывать всякие блатные, черные, всякие мафиозники. Бәрі менен сұрайтыны бар ғой, Жузия, как ты держишь вес дейді. Я, конечно, питание қатты қараймын, и режим, сон, и, конечно, щитовидка моя, потому что щитовидка ауырған кезде это все бессимптомно, девочки. Многие не замечают, это не горло и ухо, нос, там, я не знаю, что-то сломать себе. Это будет все бессимптомно проходить. Ассаляму алейкум, құрметті достар, қалайсыздар? Біз қайда келдік? Анталия ма? Біз Анталияға келдік, қазір қай жерге баратын? Аланияға бар. Аттарын білмейміз. Қазір Аланияға барамыз. Пляжға барып, шомылып, жату керек болып тұр ғой. Жаман күн ыстық бұл жақта да. Кілтін сатып жүрген адам Қарақалпақстанды, бүкіл Қарақалпақстанның атына кір келтіріп, таролог деген атпен не екен, атақты екен. Таролог дегендер кімдер? Таролог дегендер олар құдайға серік қосатындар. Құдайға серік қосып, олар не істейді? Олар палашады. Бірақ палашып атқан кезде бисмиллахир-рахманир-рахим деп ұра береді, короче. Но бірақ құдайға прямой серік қосады. Менің Раббым құдіретті, менің Раббым барлығына құдіретті, мен сені бір Аллаға тапсырдым, оңбай қаласын. Құдай қаласа, оңбайсың, бұл дүниеде де оңбайсың, арғы дүниеде де оңбайсың. Егерде осындай адамның ақысына кіруіңді тоқтатпасаң, екіншіден палашуыңды тоқтатпасаң, тәубе етпеген күйде өліп кететін болсаң, баратын жерің прямой тозақ болады. Не болды, бауырмен қырылса татуласпайды деген сөз ба? Татуластық бауырмен. Бауыр болғасын ұрыс керіс болады, қырғын болады. Бір қарына шыққаннан кейін келіспейтін сөздер болып қалады. Кешіресің, күлесің, ренжисің, ашуланасың, бәрі болады. Сен не айырылысып кетсең бауырыңмен ошын қосылмайсың ба не? Садың кісіген. Мен де ойлаған вообще бауырлармен араласпай кетем, сөйлеспей кетем деп. Оказывается, ол мүмкін емес екен. Бауыр болғасын, бауыр етің. Оларсыз сенің бір сағатыңда, бір минутыңда күшті өтпейді. Керемет өтпейді, сағынасың, бауыр болғасын, іздейсің, қандай жаман болсын, жақсы болсын. Бауырсыз күнің бекер деген. Солай үшін. Ағаңыз мүмкін қазір қателік жасап тұрған шығар, бірақ өзіңіз кіші болып, бірінші қадам жасап, кішкене көңілін тауып көріңіз. Бауыр деген бұл өмірде таптырғанмен ана дүниеде таптырмас. Жақын адамын ғой, бауырсыз өмірін қараң дейді. Бәріміз қателесеміз, болып тұрады ондай-мұндай, бірақ бауырымызға өліп тұрамыз.